Сәлем достар, бүгін мен сізге міне дәл осында мінсіз бисквит жасауды үйрететін боламын, яғни қопсытқышсыз. Бізге керек ингредиенттер: жұмыртқа, қант, ұн. Жұмыртқаны ағы мен сарысын бөліп алып, алдымен жұмыртқаның ағын қантпен араластырамыз. Қантты жәмендеп салып, жұмыртқаның ағы қатты көпіршігенше жақсылап миксермен араластырамыз. 5-7 минут. Мына көріп тұрғандарыңыздай миксермен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң миксерден мен сіздерге ыдысты алып көрсетейін. Осындай қою болу керек жұмыртқаның ағы. Яғни егер сізде автомат емес қол миксері болатын болса, онда 7-10 минут аралығында көпіршітесіз жұмыртқаның ағы мен қантты. Содан соң жұмыртқаның ағына сарысын салып, жақсылап сағат тілімен айналдыратын боламыз. Сағат тілімен айналдыра араластырамыз. Және де ұнды тоже үстіне бірден салмаймыз, 2-3-ке бөліп саламыз. Ұнды бірден салсаңыз, сіздің бисквитіңіз мінсіз болып шықпай қалады, яғни жақсы іспейді. Сондықтан тек қана сағат тілімен ғана айналдырамыз. Және де миксермен айналдыруға мүлдем болмайды. Тек қана лопаткамен жақсылап араластырамыз. Екі форма болу керек, менде 22 бос емес, сондықтан диаметр 20 сантиметрлік ыдысқа салдым. Массамызды жақсылап салып, оны 2-3 рет жерге ұрамыз. Арасындағы ауалар шығу керек. Егер қамырдың арасында ауа қалып қалса болмайды, сондықтан 1-2 рет жерге ұрып аламыз ыдысты. Форманы яғни. Бисквиттің қамыры дайын. Енді біз пеште 150 градуста 50-60 минут пісіреміз. Және де бір ең секрет айтайын сіздерге. Бисквит идеально болып осылай көтеріліп, ісіп, күшті болып шығу үшін ешқашан бисквит пісіп жатқан кезде духовканың есігін ашпаңыздар. Сонда сіздерде бисквит ісіп көтеріліп шығады. Мүлдем есігін ашуға болмайды духовканың. Және де бисквитті формасынан бірден алып тастамаңыздар. 1 сағат бисквит суы керек, өзі бөлме температурасында суып. Содан соң шетін жаймен пышақпен кесіп, осылай форманы алсаңыздар болады. Ыстық күйінде ешқашан формасынан алмаңыз. Міне менде бисквитім уже суып дайын. Қағазда оңай әрі жабыспайды алынған кезде. Және де менде 7 сантиметр болды бисквиттің қалыңдығы. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Достар, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаймыз.